Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін азанда Айлемелейсан ішіміз ауырды деп қоймай жатырды. Азаннан бері ішіміз ауырды. Бүгін садик жоқ, садикке барған жоқ екеуі де, үйде қалған. Сонымен азаннан бері ішіміз ауырды деп, сөйтіп больницаға бардым. Сөйтіп больницада доктор бір дәрін жазып берді. Бірақ ол доктор айтты да, ол жерден біреу ғана бересің деді. Ол дәріні егер екеу жеп қойса, ол дәрін екеу жейтін болса, ол кішкентай адамға айналып кетеді екен. Енді мен бердім жаңа айлендерге, бір-біреуден ғана бердім, өздері тығылып жеп қоймаса, жемеген шығар енді. Қазір көреміз. Біздің видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, достар. Басып тастаңдаршы комментарийді, аттарыңды жазыңдар, өздеріңнің аттарың кім сендердің. Соны жазыңдар, ұмытпай жазыңдар. Біз бәрін көріп отырамыз. Сіздерге жүрек жібереміз сосын. Енді сол дәріні бердім Айлемелейсанға. Енді қазір көреміз, іштері қойды ма, қоймады ма. Қазір көреке. Айлен, Лейсан, келіңдер. Лейсан қайда? Лейсан, келіңдер. Не қалды дәріні ішкен екен, іштерін қойды ма? Жазылдыңдар ма? Жаман оқылды ма? Ішін қойды ма сені, Лейсан? На жерің ауырып жатқан бет жаңа? На жерің? Менде на жерің ауырып жатқан бет. Сен де ішің ауырып жатқан бет. Жазылып қалды ма? Ше, ол дәрін бір-біреден іштіңдер ғой сендер, көп ішуге болмайды. Көп ішсеңдер кішкентай адам болып кетеді екенсіңдер, мақыма. Көп жемеңдер. Мынандай адам қайнап кетсін, мынандай менің қолыма сиятын адам болып қаласың. Көп ішпеңдер, мақыма. Мен бәрін көріп отырамын. Көреді? Мен anaқты жинап келем, онда осы жерде отыра бересіңдер ма? Все. Жаңымыздан нан жетке, балық жедік. Лейсан түсті балық жетке, мама бізге асып берді ғой балық. Дәмді болды, Ана дәрді сықылықта екеу. Лейсан, мама көрмей тұрсын. Лейсан, бұл өтірік қой. Мама ше бұл өтірік айтады ғой. Естіп айтпағанда ғой. Бұндай біз дәрі қойылгемізді кішкі дегенде. Кішкі олды болып тұрған ағайын едік қой. Өтірік айтады ке, екеуі кетен алай. Мама көрмей тұрған детіне бетсін. Лейсан, кәсесі диварик мама көрмей тұрмыз. Егінсіз. Ол Лейсан, сен қой аузыңа салса болады. Айлемелейсан, не істеп жатыр екен? Не істеп жатсыңдар екеуің? Отырсыңдар ма? Свет қап-қараңғы болып тұр ғой. Что-то не то бұл. Жарық қып қойықшы. Не істеп отырсыңдар? Екеуің? Кызмасарлы. Ләсін видео не істейін. Ләсін видео не істейін көріп жатырмын. Әңгіме айтып отырсыңдар ма? Точно? Что-то бірдеңе бүлдірген сияқты отырсыңдар ғой, достар. Мыналар бірдеңе бүлдірді ма? Жазыңдар комментарийға, сендер көрдіңдер ғой, Не істепті мына екеуі? Тез айтыңдар. Не қытырлатып жатсың? Фу, әші дәрі жеп жатсың ба? Сен ше? Аш аузыңды. Дәрі жедіңдер ма не? Мен нәқі қойып қойған едім ғой. Мен ağzı ашылық тұр ғой. Мә, сендер ма алған? Жоқ. Достар, мыналар алды ғой, Білесіңдер? Лейсан, жоқ, мен без. Айлен, Лейсан, оны доктор айтты ғой, көп жемесін деп. Бұл өтірік тауы. Өтірік емес. Өтірік. Лейсан, ол шынымен. Өтірік. Өтірік. Ей, біртүрлі оғатсыңдар сендер. Ей, біртүрлі оғатсыңдар. Ей, ужас. Айлен, Лейсан, қайда кетіп қалдың екеуі?
Міне тұр ғой екеуі. 1, 2, 3. Ё-моё, қараңдар достар. Кішкентай адам болып қалған. Көріп тұрсыңдар ма? Ей, не деп атсыңдар, Айлин, Лейсан? Кішкентай адамға айналып кеттіңдер. Мен сендерге айттым осы дәріні жемеңдер деп. Қараңдаршы енді қазір кішкентай адам дауыстарың естілмейді. Айлин, не деп атсың? Естілмейді. Мен қолыма даже сиятындай болып кеткесіңдер. Көрдіңдер ма? Ужас. Достар, не істеймін да екеуін енді? Кішкентай адамға айналып кетті. Жаңа мен оларға айттым, дәріні жемеңдер. Мен тыңдаған жоқ. Енді отыр екеуі жылап, дауыстары да естілмейді ғана кішкентай болғаннан кейін. Дауыстары да кішкентай болып шығады. Дауысы естілмейтін болып. Не істеймін да мына екеуін? Білмеймін мен. Басым қатып отыр. Бұл екеуін ез жүрмесін қазір. Папасы келіп отырып көрмей қалып ез жүрмесін. Мен ол екеуін көтеріп алайын да. Сөйтіп. Ана бір стульчиктің орнына ма, қай жерге жатқызып қойсам болады. Bir жерге отырысып қояйын, я? Айлин, Лейсан, келіңдер, мініңдер қолыма. Секіріңдер ма? Я, не деп атсың? Вообще естіліп атқан жоқ. Достар, мына қараңдар, Айлин мен Лейсанды мәсаған. Ужас, кішкентай адам болып тұр мынау. Болды, онда мынаны мен алып қайда апарсам болады енді? Не дейсің, Айлин? Су ішем? Мен саған қалай су берем қазір? Трубочкамен қалай берем? Біздің үйде барлығы үлкен бокалдар. Жүрме сен бірінші аяққа жатқызып қойын. Қай жерге жатқызып қойсам болады? Достар, мына жастықтың үстіне жатқызып қойын. Ал, секіріп түсіңдер. Болды. Не деп атсың? Лейсан, сен не дейсің? Туалетке барам? Қайт барасың, барамайсың. Вообще естіліп атқан жоқ. Не істеймін екеуін, достар? Осы жерде жатыңдар, тұрмаңдар, ладно? Сендер тұрсаңдар, езіп кетеді сендерді. Мен қазір докторға хабарласып сұрайын, не істеймін екеуін, қалай үлкейтем деп. Достар, екеуін нақта отыр. Мен не істеймін де қазір папасы келеді. Сұрайды ғой менен. Не істегенсің мен қызым, қайда деп. Еще садикке қалай барады. Ертең Лейсан мышка билейді ғой еще. Ол қалай билейді ол мышка сырды қалай ұстайды? Мынандай адам болып қалған ғой, мынандай адам болып. Сол конфетті жеме дедім мен, жеді сол конфетті. Білмеймін мен не істедіңіз болады. Амал жоқ енді. Не істейміз сендерді, Айлин, Лейсан? Не істейміз, достар? Айлин, Лейсан, сендер осы жерде отырыңдар, жарай ма? Сендер осы жерде отырыңдар. Сөйтіп, қазір мен врачқа звондаймын докторға. Я, сол жерде отырыңдар. Ұйықтап аласыңдар ма? Ұйықтаңдар. Я, сол жерде ұйықтай өріңдер. Мына жерде Лейсан ұйықтасын, сен нақты Айлин ұйықтайсың. Қазір мен кішкентай мынандай киім тауып әкелем, сол киімді кигізем сендерге енді. Сосын қазір доктормен хабарласып білем, доктор қашан, қалай укол саламыздан не істейміз деп сендерге звондай. Бәріне пока дей тұрыңдар. Я, пока дейіндер. Енді сосын не қыламыз? Доктор айтқаннан кейін соны істейміз. Давайте, достар, тез комментария жазыңдар, не істеуге болатынын.